сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Сіздерге бүгін күріш қосылып жасалатын борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Видеоны толық соңына дейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Кеттік. Ең алдымен осындай кастрюлемізге окорочкамызды салып, қайнатуға қоятын боламыз. Бізге керекті заттар, яғни картоп, морковь, және де чеснок керек болады, және де свекло керек болады, және де капуста керек болады. Ең алдымен картофымызды осылай уақыттап турап дайындап алатын боламыз. Менде мұнда морковымды мен осындай чүркіден өткізіп алдым. Чеснок екеуін, себебі бізде окорочканың майы қатты шықпайтындықтан осылай чүркіден өткізіп табаға кішкентай семішке май қосып қуырып алатын боламыз. Сол үшін осылай жасасаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын чүркіден өткізіп алдым. Міне көріп тұрғандарыңыз, ендігі кезекте менде свекломды дәл осылай чүркіден өткізіп алдым. Свекло менде үй жағдайында пісірілген домашний свекло болғандықтан осындай орташа ақшылдау болады. Келесі кезекте осылай капустамды дәл осылай уақыттап турап алдым. Барлығын осылай дайындап аласыздар. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Бізге және де осындай құттай шай кесегімен кішкентай ғана осындай күріш керек болады. Осының өзі жеткілікті. Артына осылай суға салып дайындап қоятын боламын. Міне менде окорочкам піскеннен кейін осылай кастрюлемді алып тастаймын. Одан кейін картофым салып, және де үстіне осы свеклом салып қайнатуға қоямын. Астында жай отта тұрады. Менде осылай барлығын араластырып алғаннан кейін қайнатуға қоятын боламын. Ендігі кезекте осындай табағымызға шемішке майымызды кішкене құйып, манағы айтқан морковым, чесногымды салып, осылай кішкене қуырып алатын боламын. Және де мен үстіне кішкентай ғана ас қасықпен томат салдым. Себебі бізде домашний свекло болғандықтан, бізде қатты бояу шықпағандықтан осылай құттай томат қосамын. Томат қосып, жақсылап араластырып кішкене қуырып аламын. Ешқандай тұз, ештеңе салмайсыздар. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін манағы кастрюлеміз ішінен тағы қосып жіберетін боламыз. Осылай араластырып алдым. Ендігі кезекте кастрюлемнің ішіне осылай қосып жіберемін тағы да. Қосып тағы да қайнатуға қоямын. Қайнатпас бұрын ішіне манағы мен капустамды салып тағы да қайнатуға қоятын боламын. Бір 5 минут қайнағаннан кейін үстіне күрішімізді салып, тағы да қайнатуға қоятын боламын. Бізде мұнда отымыз кішкене орташа отта тұру керек, яғни бізде барлығы бірге пісу керек. Себебі мұнда ішінде барлығы чүркіден өткізілгендіктен тез піседі, сондықтан барлығын бірінен салып отырсаңыздар болады. Міне жақсылап осылай араластырғаннан кейін приправасын, тұзын осы кезде мен барлығын салып жүремін. Бірге қосып араластырып, барлығын қосып араластырғаннан кейін, мені 5 минут қайнатқаннан кейін күрішімді, осы жуылған күрішімді салып, тағы бір күрішіміз піскенше қайнатуға қоятын боламыз. Мені әрі кетсе 10 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Міне достар, менде барлығы дайын болды. Ендігі кезекте мен осыны отбасыма ұсынатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.